Сәлем достар, сіздермен бірге Балнұр. Бүгін өзімнің ең сүйікті салаттарымның бірі фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біз ең алдымен фунчозамызды қайнаған ыстық суға 8-9 минутқа бұқтырып қоямыз. Фунчозамыз дайын болғанша соломка етіп туралған етімізді қуырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, баяу отта пісіреміз. Егер асты жабысып қалып жатса, аздап су құйып бұқтырып пісірсеңіздер де болады. Етіміз дайын болғанша көкөністерді осылай ұзынша етіп тураймыз. Тәтті бұрыштардан қызыл, сары, жасыл бұрыштарды да қоссаңыздар болады. Оларды да осылай ұзынша етіп тураймыз. Ал сәбізімізді осылай үккіштен өткіземіз. Корейский салат болғандықтан жіңішке ұзынша етіп турасаңыздар да болады. Дайын болған фунчозамызды ыстық судан алып мұздай суға салып аламыз. Қатты ұзын болмасын десеңіздер, осылай пышақпен кесіп шығамыз. Одан соң барлығын араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Дайын болған етімізді суытып, осылай етімізді де қосамыз. Фунчозаның дайын осылай заправкасын қосып көрдім. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Оның айырмашылығы жоқ. Дәм тұзын жақсы қоссаңыздар болды. Осылай соя соусын 2 ас қасықтан жартыдан қосамыз. Сосын араластырамыз. Фунчозамыз дайын. Осымен дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын.